Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Динара. Бүгін сіздерге осындай дәмі ерекше, өте дәмді карамельный пирогты жасап көрсететін боламын. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, лайк басып, осы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәмі өте дәмді, жақындарыңызға және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бастаймыз. Ең алдымен жұмсақ бөлме температурасындағы тұрған сары майды ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен шекерімізді салып, екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Негізінен вилкамен ыңғайлы. Осылай біріккенше жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен жұмыртқамызды салып аламыз және оны да жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенше жақсылап осылай араластырып аламыз. Содан соң ұнымызға разрыхлительді қосып, екеуін араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасап аламыз осылай. Міне бізде осындай әп-әдемі қамыр шығады. Міне жұмсақ, қолға жабыспайды, әдемі бір келкі қамыр болды. Енді осыны салмамызды дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Оның үстінен вареный сгущенканы саламыз. Содан соң қаймақты салып аламыз. Және барлығын бір келкі масса болғанша араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Миксердің, блендердің ешқандай қажеті жоқ бұл жерде. Міне біздің салмамыз дайын болды. Мен бұл жерде түсін әдемі шығару үшін тағы да бір қасық какао қостым. Енді формамызға пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды жайып аламыз. Қолмен жайсаңыздар болады, немесе алдын ала жайып формаға салсаңыздар болады. Шет-шеттері әдемі шығу үшін осылай вилкамен тегістеп шықсақ болады. Осылай тесіп аламыз қамырымызды. Енді үстінен салмамызды құямыз. Содан соң қызып тұрған пеште 170-180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды, және оны бөлме температурасында 1-2 сағат суытып қоямыз. Содан соң ғана барып формасынан шешеміз. Ыстық кезінде формасынан шешуге болмайды, өйткені ол кезде салмасы әлі қатпаған болады. Және мен мына жерде пергамент қағазынан алып тастадым, және де холодильникке тағы 1-2 сағатқа қойып алдым. Содан соң ғана барып кесіп, дәмін көруге болады. Дәмі өте ерекше. Жақындарыңызға дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәл осы рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады.
Егер сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, менің парақшамды жоғалтып алмас үшін парақшаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер сіздер дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, комментарийге өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ең болмағанда смайлик қалдырып, маған кері байланыс жасап кетсеңіздер. Менің каналыма кіріп, басқа да рецепттерді көріп, бағалап кетіңіздер. Тағы да алдағы уақытта көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын.